Нұрдын тұрғын 3 жылдан бері мұрағат сауда белгісімен Қытай қазақтар арасында түрлі ұлттық өнімдер жасап жүрген кәсіпкер. Мұнда қазақтың ұлттық киімдері, кәдесыйлар, тағы басқа бұйымдар ою-өрнекпен көмкеріліп нарыққа шығарылады. Кәсіпорынның өнімдері сұранысқа ие. Қытайда қазақ қолөнерін насихаттап жүрген серіктестіктің меңгерушісі Нұрдынның әпкесі Гүлмира Тұрғынқызы. Жұмысты бастағалы бері көптеген қиыншылықтарды бастан кешірдім, бірақ та қиыншылықтарға келіскен кездерде де бұл жұмыстан қол үзуді ойлап көрген жоқ. Қыз бала кішкене кезінен шешесін көріп бой жетеді деген сияқты, мен кішкене кезімнен бастап анамнан қолөнер бұйымдарын жасауды, кестешілікті үйреніп есейдім. Кейін келе осы жерден кішігірім шаштараз қылып кішігірім дүкен аштым. Анамыз кішкене кезінен ұлттық киім-кешек тігетін ісмер кісі еді. Компанияның атауында сол кісінің құрметіне қойдық дейді балалары. 2015 жылы Нұрдын тұрғынның іскерлігін бағалаған жергілікті билік кәсіпкерлікті дамытуға қолдау ретінде соңғы үлгідегі технологиямен жабдықталған зауыт салып берген. Құлжа қаласында орналасқан кәсіпорында қазір 180 адам жұмыс істейді. Компания құрамында кестеші қыз-келіншектердің кооперативі де бар. Қазақи ұлттық киім-кешек, қолөнер бұйымдар, жасау жабдық, кестешілік бұйымдар. Одан сырт өнеркәсіп бұйымдар да бар. Әрбір аудандарда, қалаларда біздің заттарымызды сатып беріп отыратын орындар бар. Солар негізінен біздің сатым жұмыстарымыз істейді. Ал осы жақта менің үлкен әпекем осы жақта, сол кісі осы жақта тігінхана ашады. Өнертапқыш жастарға қолдау көрсетіп жүретін кәсіпкер таяуда нарыққа тағы бір бұйым қосты. Құлжа қаласындағы Қарамай техникалық университетінде білім алып жүрген Елшат Сатыбалдыұлы тұрмыста жиі қолданылатын тырнақалғыштың өзгеше бір түрін ойлап тауыпты. Ол Нұрдынның компаниясы арқылы патенттеліп саудаға шығарылған. Алынған тырнақ қалдықтары жан-жаққа ұшпай ішіне жиналады. Кейін оны алып қауіпсіз жерге көміп тастауға болады. Университеттегі балалардың талантын біраз байқадым. Сосын өзімізде де сондай талантты балалар бар деп ойлап, сосын серіктігіме университетте оқитын балаларды сүйемелдеу деген бір нысан белгілеп, сосын университеттегі балаларға тур шығардық. Университеттегі балалар маған хабарласып, мындай өнімдерім бар деді. Соның ішінен саралап талдап, сол Ершат деген жігіттің тырнақ алғышын қабылдадым. Кәсібін ғаламтор арқылы дөңгелентіп отырған іскер азамат 2015 жылға Қытайдағы интернеттен кәсіптенген жас жұлдыз байқауында жүлдегер атанған. Сондай-ақ жаңалық тарату және кәсіп ашу бәсекесіне қатысқан 600 нысанның ішінен іріктеліп, озат 60 кәсіпорынның қатарынан орын алыпты. Сонымен қатар 2016 жылы Шыңжаң аймағы бойынша жастар бірлестігінің мүшесі болып құрылтайға қатысты. Нұрдын осындағы жас кәсіпкерлер бірлестігінің мүшесі. 3 жылдың ішінде бірқатар жетістіктерге жеткен азамат жинаған тәжірибемді атамекенге де таратсам дейді. Жазира Зәкірқызы, Мұрат Ынтымақбайұлы, арнайы Таңшолпан үшін.